Әрине, адам пенде ғой, айтып отырмын ғой, ешкім қателеспейтін, жаңылмайтын, жақ сүрінбейтін тұяғы жоқ. Сондықтан бұның бәрі сол кездегі көзқараста 2000 нешінші жыл еді ғой, бұл 20 жылдан асып кетті. Енді сол кездерде айтқан шығармын, қазір мен ақыл тоқтаттым, қазір елуге таядым деген сияқты. Мынау Әнет бабаның тап осы жерге сіздің сөзіңізге жауабын айтайыншы. Сол кісі 95 жыл жасаған Қаздауылды Қазбек бидің жігіттік шағы. Сол кезде Қазбек би кеп бір ғасырдай ғұмыр кештіңіз, Әнет баба, айтыңызшы, не түйдіңіз мына өмірден деген ғой. Сол кезде айтыпты Әнет баба, жоқ іздедім балам, жоқ. Ол қандай жоқ, түсіндіріңізші дегенде айтқан екен. Батпайтын күн жоқ, атпайтын таң жоқ, ойласаң өмірде өлмейтін жан жоқ. Өзекті жанға өлім ортақ, өмір орай өлім сынақ. Шықпас жан жоқ, өлмес тән жоқ. Жабырқамас көңіл жоқ, жанып бітпес көмір жоқ, сынбайтын темір жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ. Мәңгілікке тақ жоқ, кірлемейтін ақ жоқ. Сосын айтады, оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Қайғысыз адам жоқ, күйесіз қазан жоқ. Ақылдан асқан айла жоқ, сабырдан асқан пайда жоқ. Қарашы айтып отқандардың бәрін. Өлгеннің артына өлмек жоқ, бақилықтан келмек жоқ. Сөз тапқанға қолқа жоқ, жазмыштан озмыш жоқ. Тозбайтынды ұста соқпайды, бір күні жүрек тоқтайды, бір сәт артыңа қаратпайды, өлмейтінді Құдай жаратпайды деген екен. Бұдан артық не айтасыз? Соған жауап сіздікіне. Формула сияқты әрбір жолы, Ғажап. өмір сүрудің өмірі. Сосын менің нағашым бар, үйдің қасында көрші болды, Өмірзақ Қожамұрат деген. Сосын мына қысқа бір-ақ ауыз сөзі бар, өмір туралы. Мынау өмірге өкпем жоқ, жаманға есем кеткен жоқ. Біреуге мен де жетпедім, біреулер маған жеткен жоқ дейді. Ғажап қой. Міне Өмірзақ Қожамұрат. Ғажап. Ол кісі айтады біздің ауыл туралы тамды. Маған Мекке, Медине, Венеция мен Парижне, туған жердің шөлінде ыстық емес әрине. Менделейіп кестесіне сыймаған, мен тамдыға теңеу таппай қиналам, мүмкін емес мақсатына жетпеуі, туған жердің топырағын сыйлаған дейді. Ғажап қой Інжу Маржан. Қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан бір адамдай. Марғасқа деген жырау бар, бәрі. Ой, Марғасқа дейміз. Мақтаған кезде біреу. Бір ғана осы бана 5 ғасыр жырлайтын ішінде бір ғана өлеңіменен кәдімгі тарихта біз қазақ әдебиетінде бір өзінің орнын тұғырын алып тұрады. Сол сияқты кез келген елдің де ұлылары бар ғой, мысалы Конфуций бар шығыста, батыста өзінің Цицероны бар, басқасы бар. Бір ауыз сөзі біз майқы бидің сөздері сияқты. Жалпы бұлардың араларында қандай бір біздің ұлылармен араларында қандай байланыс бар деп ойлайсыз? Жоқ, оларда мысалы ғажапта, сол біздің эрамыздан 2000 жыл алдын өмір сүрген Тули Цицерон айтады. Бүгінгі күн айтып отқан секілді, қазір қасында отырып та, соғыс туралы айтады. Бұл соғыста дейді, бастайтын саясаткерлер дейді, бастайды. Қаржыгерлер қару-жарақ сатып байиды дейді. Ал қарапайым халық әкесін, ұлын, қызын жаңағы соғысқа аттандырады дейді, ағасын, інісін дейді. Соғыс аяқталғаннан кейін саясаткерлер лауазым қызметі жоғарылайды, неше түрлі шекпенді болады, қызметі жоғарылайды. Әлгі қаржыгерлер байиды дейді. Қарапайым халық дейді, қырылады дейді ма? Өзінің әкесін, ұлын, жаңағы інісін жерлейді дейді. Сөйтеді, өйстіп әрі қарай өмір жалғаса береді дейді. Қазағына 2 түйе қазса ортада шыбын өледі деген. Дәл сол. Қарап